Сонау 1967 жылы. Осыдан 50 жыл бұрын ата-аналарының қолынан ұстап, мектеп табалдырығын имене аттаған 7 жасар 63 бүлдіршіннің 34-ін 1-ші А класына қолаң шашы тілерстегіне түскен, маңдайы жарқыраған, ақ құба өңді Ибраимова Ақкенже апайымыз. Ал 33 оқушыны 1-ші Б класына жылы шырайлы Көмірова Шарқат апайымыз қабылдап алған болатын. Қазіргі балаларда емес, ұяңда, үркектеу балдырғандарды екі ұстазымыз да әп дегеннен баурап алған еді. 67 баланы өз балаларындай мәпеледі, еркелетті, оқытты, ұлдардың беті қолын жуып, қыздардың бантиктерінде тағып беретін. Алғаш қолымызға қалам ұстатып, 40 әріптің қыры мен сырын ұғындырған алғашқы ұстаздарымыз Ақкенже апай мен Шарқат апайымыздың қоңыр үндері әлі құлағымызға келеді. Өкініштісі, Ақкенже апайымыздың өмірі тым қысқа болғаны. Мектептің ұзын дәлізіндегі қоштасу сәті әлі көз алдымызда. Бала болсақ та, апайымызды енді көрмейтінімізді білдік де, сезіндік де. Содан кейінгі класс жетекшіміз Нұрсұлтанова Биғайша апай болды. Апайларымыз бастауышты бітіртіп, қанаттары қатайып, бұғанасы бекіген шәкірттерін кейінгі класс жетекшілерімізге табыстады. Кейін Мысырова Күнзер апай, Калимова Сәния апай, Шахманов Жетісағай, Шәмшиден Жұмақай ағайлар сынып жетекшілік етсе, мектеп өмірінің соңғы бірнеше жылдары Инкарова Мағрипа апай мен Жұмашев Қарасай ағайымыздың қарамағында болдық. Мағрипа апайдың бірнеше жыл тәжірибесі болса, Қарасай ағайымыз еңбек жолын енді бастаған жас ұстаз еді. Әрі класс жетекшілеріміз болса, апай орыс тілінен, ал ағайымыз физика пәнінен сабақ беретін. Мағрипа апайымыздың жазуы қандай әдемі болса, өзі де солай түк жүріп, нұқ сөйлейтін. Ал Қарасай ағайымыз әзіл қойлау, көбірек сөйлейтін. Үй тапсырмасына дайындалмай келген кезімізде сабақ аяқталғанша тұрғызып қоятыны біздің есімізде. Сол кезде мектеп директоры болған Мұхантаева Бәдеш апайымыз аса қатал, алды тым суық бола тұрса да, әр сыныпта бір тентек болады дегендей, біздің сыныптарда да шылым шегетін, вечер ұйымдастыратын белсенділер болғаны рас. Тіпті мектеп терезесінен емтихан пакетіне түспекші болған батырларымыз да болды. Ұл қыздарымыздың арасында бір-біріне ғашықтық хат жазып, махаббат хикаясын бастағандар Қуандық пен Әлия, Сәрсенбай мен Ұлмекен, Ғабиден мен Сәния, Қаламғали мен Ботагөз, Қадыржан мен Нағида. Махаббаттары мәңгілік болып, қазір бақытты ата мен әже атанып отыр. Мектеп өмірінің қызықта қимас кезеңдерін еске алсақ, әркімде әртүрлі бір сезім, әртүрлі бір көңіл. Пәк балалық шақ суреттері көз алдымызға келер ақиқат. Қазірде таласа тармаса еске алып, қызу әңгіме мен таусылмас естеліктер айтсақ, күлкімен қатар мұңда қабаттаса қалатыны бар. Өйткені біраз кластастарымыздың өмірден ерте кеткендері, осы 40 жылдыққа, тіпті 30 жылдыққа да қатыса алмағандары өзекті өртейді. Әттең, бір кем дүние десеңші, Ғайса, Қарашаш, Марат, Жарқын, Айтқали, Қадыржан, Самат, Қапшан, Күләш, Оңаш, Барқыт, Сәрсенбай кластастарымыз қазір арамызда жоқ. Көр алмай тіршіліктің көп қызығын, әттең ай қысқа болдау от ғұмырың. Дұқ етіп кластастар еске аламыз, жайлыда жарық болсын жатқан жерің дейміз.
Бүгінгі қуанышты сәтте ортамызда бола алмай, өмірден озған ұстаздарымыз бен кластастарымызды еске аламыз. Орнында бар оңалар деген шаңырақтарының түтінін түтетіп отырған жан-жарларына, ұл-қыздарына амандық тілейміз. Осыдан 40 жыл бұрын құлынтайдай тебісіп бірге өскен армандастар Өрлік ауылындағы Өрлік орта мектебін бітірген түлектер. Мектеппен қоштасып, қолымызға аттестат алған шағымыз күні кеше ғана сияқты еді. Арада 40 жыл уақыт зымырап өте шығыпты. Біздің қатарларымыздан жоғары оқу орындарына түскендер өте көп болды дей алмасақ та, 63 баланың бүгінде бірі дәрігер, бірі инженер, бірі тігінші, бірі жеке кәсіпкер, біреулері ішкі істер органдарында қызмет етсе, бірнешеуі мұғалім. Соның ішінде Мағиса кластасымыз біз оқып білім алған алтын ұямыздың бірнеше жылдан бері білікті басшысы, мектеп директоры болып қызмет етсе, ол мекен кітапхана меңгерушісі, ал Нағида мен Әлия сол мектепте тәлім-тәрбие, білім берудің майталмандары. Кейін ауылымызда 2 қатарлы мектеп құрылысы бой көтеріп, Өрлік орта мектебі атауы өзгертіліп, Қабижан Абаханов атындағы орта мектеп атанды. Біздің кластастарымыздың бәрі де шын мәнінде өмірден өз орындарын тапқан кәсіби мамандар. Бүгінде самайын ақшалған аға буын өкілдері, отбасының ұйытқылары, балалары мен немерелерінің қамқоршылары. Жігіттер жағы бір-бір шаңырақтың иесі болса, қыздар жағы бір-бір шаңырақтың киесі. Ішімізде Қуандық пен Айтжан ауған соғысының ардагерлері. Біздің адам болып қалыптасуымызға жоғарыда аталған ұстаздарымызбен бірге Тұрғалиева Жұмазия, Шахметов Бағытжан, Ибрашев Алпан, Есімғалиев Қайыржан, Өмірғалиев Қалиолла, Баядилова Қабира, Қалиева Настя, Гусманов Құрмет, Шахманова Бейбіт, Нәжиденова Мұхсина, Аманбаева Маржан, Жексенбаев Болат, Дәулетов Қабыш, Қажыкенова Нәсиляш сынды пән мұғалімдерінің де сіңірген еңбегі зор. Біз осындай ұлағатты ұстаздардан сабақ алғанымызды мақтан етеміз. Мектепті 1977 жылы 63 оқушы аяқтадық. Бастаушыда Таңатарова Роза, Ұлданова Райхан, Молдашев Бекежан, Досақова Жұмаш, Нұрғазина Гүлсім, Жапаров Аманқостар оқығанымен, кейін отбасы жағдайларына байланысты басқа мектепке ауысқан. Ол кластастарымыз бұл 63-тің тізімінде жоқ. Дегенмен, Жұмаш кластасымыз кездесу туралы естіп, кіндік қаны тамған, балғын балалық шағы өткен, туып өскен ауылына келіп, біріміздің ізімізді біріміз басып, кіріп шыққан мектеп табалдырығын тағы бір аттауды жөн көргені өте қуантарлық жайт. Береке мен бірліктің басын құрап, жүрген жандар жайқалған жасыл құрақ, бітіргелі мектепті 40 жылда сағынысып кездесу асыл мұрат. Аталмыш білім ұясынан қанат қаққанымызға 40 жыл толуына орай осындай жан-жақтан ерекше бір сезіммен, ұйымшылдықпен жиналып, бас қосуға қуана келіскен, ауызбіршіліктері жарасқан аяулы достар, кластастар, армандастар, құрдастар. Өрлік орта мектебінің 17-ші түлектері біздер. 1967 жылы мектеп табалдырығын аттап, 1977 жылы аяқтап, 2017 жылы 40 жылдыққа 57 жасымызда жиналып отырмыз. 7 санын қазақ халқы киелі сан десе, бізге де сәттілік болғай. 40 жылдық кездесуімізге қош келдіңіздер.
күндердің ала бөтен шіркін-ай дейтін кезде болады екен саулаған уақыттың әйнегінен аулыма қимастықпен қарап өтем өзгеріп барамыз ай балауса баяғыдай емеспіз өзгешеміз көңілдер алып ұшып өмірде сағынысып ай біз әлі кездесеміз көңілдер алып ұшып өмірде сағынысып ай біз әлі кездесеміз десек те оралмайды өткеніміз көңілде күлімдейді көктеміміз сан түрлі сағыныштың үзілмейтін мәңгілік сыңғырлаған шектеріміз өзгеріп барамыз ай балауса баяғыдай емеспіз өзгешеміз көңілдер алып ұшып өмірде сағынысып ай біз әлі кездесеміз кетсе де қанша жазбен қанша күзбен оралмас 18-ің қайта гүлдеп әйтеуір тауып алып жүрсек болды біріміз бірімізді аңсап іздеп өзгеріп барамыз ай балауса баяғыдай емеспіз өзгешеміз көңілдер алып ұшып өмірде сағынысып ай біз әлі кездесеміз көңілдер алып ұшып өмірде сағынысып ай біз әлі кездесеміз